бұрыштарды зерттеу, бұл жерде бұрыштардың түрін таңдаймыз. Бұл жерде тік бұрыш және жазыңқы бұрыш деген бар. Бірінші біз тік бұрыш таңдап, тік бұрыш дегеннің не екенін түсініп алайық. Мына жерде бізде екі бұрыш көрініп тұр. Біреуі 38 градус, ол көк бұрыш, екіншісі 52 градус, бұл қызыл бұрышпен тұр. Мұнда анимация деген бар, осыны басамыз. Сол кезде осы екеуі бір-бірінен қосылады, екеуі бірігіп кетті, қараңыздар. Сол кезде мұндай бір бізде тік бұрыш шықты. Яғни тік бұрыш дегеніміздің шамасы қанша екен? Ол 38 бен біз 52-ні қосамыз. Екеуін қоссақ 90 шығады, иә? Екеуін 90 градус деген сөз, сонда бұл тік бұрыш дегенді білдіреді. Ал тік бұрыш дегеніміз осылай біз бүйтіп белгілейміз. Тік қып белгілейміз. Осы белгі тік бұрыштың белгісі болады. Осылай төрт бұрышты тіке қылып белгілеу керек болады. Мына жерде көк нүктені жылжытыңыз деген бар бізде. Мына жылжытатын болсам, қараңыз. Мысалға 70. Көк бұрыш 70 градус болды. Ал олай болса қызыл бұрыш ол кішірейді. Неге кішірейді? Өйткені бізде қосындысы тек қана 90 шығу керек. Ол міндетті түрде. Екеуін қосындысы 90 градус шықпай қалса, 91 шығып кетсе, 98, 100 шығып кететін болса, онда ол уже тік бұрыш болмай қалады. Жақсы. Егер бізде мынау қызыл сызық, қызыл бұрышымыз белгісіз болатын болса, оны қалай табамыз десе, онда біз 90 азайтылған 70 деп жазамыз. Сонда ол 20 градус шығатын жерде. Дәл осы тәртіппен кете беретін боламыз. Мысалға 52 градус берілетін болса, немесе 45, қараңыздар, 45 болса, екеуі дәл 45 деген қоссақ, 90 градуспен тік бұрыш болатын жерде. Мына дәл ортасы қазір. Мына жерде жазыңқы бұрыш дегенді белгілейік. Мұнда қараңыздар, біреу 91 градус, екіншісі 89 градус. Анимация арқылы екеуін қосып жіберейік. Екеуін қоссақ бізде неше градус шығады? Екеуінің қосындысы 91 плюс 89, ол 180 шығады. Яғни біз жазыңқы бұрыш дегеніміз, ол 180 градусқа тең болатын бұрыш, ол жазыңқы бұрыш болып есептеледі. Міне, екеуінің бірігуінен жазыңқы бұрыш пайда болады. Енді біреуін кішірейтейік, біреуін үлкейтейік. Кішкентай бізде 45, ол көк бұрыш мына жерде. Ал мына жерде бізде 135. Енді осы жерде бізде тағы бір ұғымдар бар. Сүйір бұрыш, доғал бұрыш деген. Біз көк бұрышты атын сүйір деп айтамыз. Ал қызыл үлкен бұрышты доғал деп айтамыз. Енді шамаларына келетін болсақ, біз бұлай белгілейік, екен 90 қалып. Міне, бұл тік бұрыш, екеуі тік бұрыш болды. Яғни дәл ортасы 182-ге бөлсек 90 қызыл, 90 көк болып тұр, екеуі 90-ға тең болып тұр. Екеуі де тік бұрыш дегенді білдіреді. Ал енді егер 90 градустан кішкентай болса, яғни 70, 80, 60, 70, 50, 45, бұлардың барлығы сүйір бұрыш болады, кішкентай көк бұрыш сүйір болады. Ал енді 90-нан үлкен болатын болса, қызыл бұрыш бізде. Ол 144, қараңыздар. 144, 140, 50, 157, бұл осындай 90-нан үлкен болатын болса, ол бұрыш доғал деп аталады. Міне доғал бұрыш пен сүйір бұрыш, тік бұрыш және де жазыңқы бұрыш деген сияқты бұрыштың түрлері бар бізде.